Good day, children. Now, how are you today? Now, let's begin today's new lesson. Exercise 30. Read and underline and listen and check. Оқимыз және астын сызамыз. Дұрыс нұсқасын тауып, ол үшін мәтінді оқимыз. Do you like learning about space life? Ғарыш өмірі туралы үйренгенді ұнатасың ба? Then you have to visit the Байконур космодром museum. Онда сен Байконур космодром мұражайына бару керексің. Learn about the life of cosmonauts in space and see space suits, helmets and other things that they use it. Сен ол жақтан нені үйренесің? Космонавттардың ғарыштағы өмірін және де олардың костюмдерін, бас киімдерін көре аласың, басқа да олардың қолданған заттарын көре аласың. Outside the museum, you can see a full-size model of the spaceship Soyuz under the shuttle run. Яғни мұражайдың сыртында сен Soyuz деп аталатын ғарыш кемесінің үлкен көлемді моделін көре аласың және shuttle run көре аласың. You can even explore inside space shuttle run дейді. Және де оны ғарышты толық зерттей аласың. Go up the stairs to the pilot's cabin to take control of the spaceship. Яғни жоғарға көтеріліп ұшқыштардың кабиналарын тексеру, басқару кабинасын көре аласың, және де ғарыш кемесінің басқару кабинасын. Don't forget to visit the houses of Korolev and Gagarin and see where famous cosmonauts live. Яғни сен ол жаққа барғанда ұмытып кетпе атақты ғарышкерлер Королев пен Гагариннің үйлерін көруді ұмытып кетпе дейді балалар. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Өздеріңіз де тағы бір оқып шықсаңыздар болады балалар. Text 2. Visit the National Space Center in England and see one of the largest planetariums in the UK. Яғни ұлттық ғарыш орталығына Англиядағы бар, и сен ол жақтан өте үлкен планетариумдарды көре аласың. There are so many exciting things to see and do here. Яғни сен ол жақтан өте қызықты заттарды көре аласың. You can start at the planetarium, walk through the gallery and stop off at Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Яғни сен планетариумнан бастасаң, және де галерея арқылы тоқтамай барсаң, естейсің Меркурий, Шолпан, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептундарға көре аласың. Take time to drive a car on Mars and even see Venus in 3D. Before you leave, remember to take a photo that makes you look like an alien. Яғни сен егер ол жақта көлікті ала алсаң, ол жақтан сен Марсты және де Венус, Шолпанды 3D форматта көре аласың. Егер де сен сол жаққа баратын болсаң, өзіңді ғаламшарлық ретінде, ғаламшарлыққа ұқсап суретке түсуді естен шығарма дейді балалар. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыны қарап жазып аламыз. Next, check point 7. Exercise 1. Read and number. Яғни оқимыз және сандармен белгілейміз. Бірінші, нөлінші, space station белгіленіп қойған, қалғандарын белгілеуіміз керек балалар. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Бұл жаңа сөздердің барлығын біз білеміз, өткенбіз, сіздерге оңай болады деп сенемін. Rocket, astronaut, planet, space suite, comet. Балалар дұрыс нұсқасын жазып қарап аламыз. Next, exercise 2. Look, choose and complete the sentence. Яғни бізде бокстың ішінде сөздер берілген, сөз тіркестер, соларды астындағы сөйлемдерді қойып толықтыруымыз керек. Бірінші, Mike is going fishing. Mike балық аулауға бара жатыр. Суретке қараймыз, өткен қармақтың сурет тұр. Енді екінші, Jill is going to pack suitcase. Jill чемоданын жинап жатыр. John is going hiking. David and Jane are going to buy souvenirs. Kate and Paul are going to sightseeing. Emma is going
going swimming. Балалар сізге дұрыс нұсқасын қалдырдым, жазып аламыз. Next exercise 3, read and choose the best answer. Яғни оқимыз және ең дұрыс нұсқасын таңдауымыз керек. Robert, hi Tom, what are you doing this weekend? Сәлем Том, осы демалыста не істейсің? I'm going fishing. Балық аулауға барамын. That sounds like fun. Where are you going? Өте керемет естіледі екен. Қайда барасың? Дейді. To white waters like. Соны жазамыз. To white waters like. When are you leaving? Қашан барасың? This Friday afternoon. Осы жұмада түсте барамын. Are you taking the bus? Автобуспен барасың ба? No, my brother is driving. Менің ағам көлік айдайды. Can I come too? Мен де барсам бола ма? Yes, of course. Әрине, барсаң болады дейді. Балалар, сіздерге бүгінгі сабақ осымен бітті. Сіздерге ұнаса каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.